Кайырлы таң, лицейіміздің оқушылары мен ұстаздары. Сіздерді бүгінгі достық күні мен мектеп радиосы ұжымының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен бірге бүгін әсерлі әңгіме бағдарламасы және мен Шораева Маржан. Ал бүгін бізде қонақта мектеп-интернатымыздың өзін-өзі басқару ұйымының басшысы әрі президент Рамазан қызы Назерке. Олай болса, Назеркемен бірге достық күнімен құттықтаймыз. Сонымен алғашқы сұраққа келер болсақ, Назеркенің тікелей өзіне бағытталмақ. Мектеп радиосына алғаш болып интервью берген өзің едің, Назерке. Енді міне тағы да радиомыздың қонағы болып отырсың. Жалпы министрлігімен жұмыс, президенттік жұмыс қалай болып жатыр? Қайырлы таң. Негізі министрлермен жұмыс өте қызықты. Және де біз қазір лицей парламентін осы лицейде жаңғыртқымыз келіп жүр. Сондықтан жақында ғана біз Шымкент, оңтүстік аймақтармен семинар өтті, тәжірибе алмасу. Содан біздің министрлер өздеріне көп сол семинардан кейін күш-жігер алып келді. Және де жақында осы лицейімізді көркейту үшін әртүрлі қызықты да іс-шаралар жасаймыз деген ойдамыз. Қазір бәрімізге белгілі болып жатқан өзін-өзі басқару ұйымының жетекшілері болсын, ауысып жатыр, министрлер болсын қолға алып, жалпы өзін-өзі басқару ұйымының жұмысы дамып жатыр. Ал келесі жылғы болатын министрлерге, президентке сайланатын оқушыларға айтар бірер сөзің болса? Әрине, келесі жылға айта кететін бірер сөзім бар. Ол осы министрлер негізінде өздерін лицей парламенті болғандықтан ең бірінші бір жұмысты бастамас бұрын өзінен бастау керек деген айтқым келеді. Және де министрлер алдағы, біз енді шынымды айтсам кеш бастап қойдық. Сонда да осы 2.90-да біз көптеген жұмыстарымыз енді алда бар. Оны ары қарай алып кететін және де оған тағы да кішкене үлес қосатын лицейді көркейту үшін сондай министрлерді келесі жылға өзіміз дайындаймыз деген үміттеміз. Ол жағынан өте қуаныштымыз. Шынында да 2.90 болса да жұмыстарыңыз нәтижесі көрініп жатыр біз үшін. Сонымен қатар осы аптаның, осы жылдың ең бір бағалы, ең бір басты жаңалықтарының бірі достық күні. Достық күні келе жатыр деп барлығы дайындалып, барлығы қуанып, өздерінің сыйлықтарын дайындап жүр. Бірақтан жалпы жеке алғанда сен үшін достық деген не? Достық деген ол сені қасыңда қиын қыстау кезде жаныңнан табыла алатын адам, және де ол сен онымен сырлас бола аласың, және ол сенің өміріңнің бір бөлшегі болып табылады. Сондықтан достық деген негізі бір қымбат жан деп айтуға болады. Достықты қатты бағалайтының білініп тұр, бірақ достық күні сенің өзіңнің және министрлердің Алтынай әпкенің жетекшілігімен қолға алған іс-шара болатын. Ал сенің ойыңша достық емес, енді былай қарағанда достық күні қандай күн? Достық күні деген ол негізгі осы достық күннің менің ойымша басты мақсаты ол достығымызды арттыру. Тек бұл жерде сыныптар арасындағы емес, және де басқа да сыныптармен достығымызды одан сайын нығайту болып табылады. Достық күнінде және ең бір қызығы ол сенің тек оған оқушылар ғана емес, сен өзіңнің лицейде өзінің еңбегін кішкене болса да үлесін қосып жүрген жұмыскерлермен және де мұғалімдермен, солармен де достығымызды одан сайын арттыру болып табылады деп ойлаймын. Ал лицейге алғаш аяқ басқан кезде сендер үшін алғаш достық күнін көрген болатынсыңдар. Белгілі себептерге байланысты былтыр достық күн тойланбай қалды. Бірақтан сол достық күнін былтыр тойламаған оқушыларға, мұғалімдерге, қызметкерлерге сен тойлаған достық күні туралы айтып кетсең. Ол достық күні біз 7-ші сынып, яғни лицейге алғаш қадам басқанда болды. Ол достық күнінде негізі менің әсер алғаным ол өте жақсы болды. Өйткені ол күні біз есімде таңертеңнен бастап біз өзіміз танымаған адамдарды жаңадан танып, оларға қолдарына жіп тағып, әртүрлі өзіміз тілек айтқанбыз. Және де ол жерде біз есімде 12-сі және 12-ші айдың 12-ші күні және 12-ші жылы болды. Сол күні біз есімізде қаларлықтай етіп өткізу үшін салют атқанбыз, торт жегенбіз және де қызықты ойындар болған. Ал
айтқан сөздерінен білініп тұр, ол достық күні өте қызықты болған сияқты. Ал сол достық күні бүгінгі өтетін достық күнінен қандай айырмашылықтар болады? Бүгінгі достық күнінде біз түскі аста бүкіл лицей сыныбы болып, бүкіл лицей болып, сыртта белгілі бір жүрекке тұрамыз, соған суретке түсіп, оны бүкіл шариктерді біз аспанға ұшырғымыз келеді. Және де бізде болатын тағы торт алмасу болады. Ол кешкі аста болатын нәрсе. Торт алмасуда ол сенің сынып болып, басқа сыныпқа өзіңнің құрметіңді және де достығыңды көрсету үшін торттар беріледі. Әр сынып өзінің бір берілген сыныпына. Ал осындай қызықты оқиғаларды, қызықты сәттерді, концертті барлығын көзбен көретін оқушылар, мұғалімдер, қызметкерлер, бірақтан сахна сыртында деп айтамыз ғой көбінесіне. Осы достық күніне дайындықта қандай қызықтар болып жатыр? Қазір дайындық шынымен қызу болып жатыр. Өйткені оған тек біздің министрлер ғана емес, оған және де өзіміздің лицейіміздің оқушылары да атсалысып жатыр. Және де осы концерт иншаллах біткеннен кейін жақсы әсер қызметкерлерде қалады деген ойдамыз. Өйткені қызметкерлер негізі бізге концерттерге онша қатты қатыса бермейді. Бірақ осы концерттен өздеріне бір лицейдің havасын сезінеді деген ойдамыз. Ал жеке өзіңе бағытталған сұрақтарға қайтып келетін болсақ, президенттік жұмыстың қиындықтарымен, президенттік жұмыстың қызықтарымен біраз бөліссек. Негізінде ең алғаш осы президент болғанда мен қатты қобалжыдым, бірақ содан кейін маған көмектескен, өзімнің жанында табылған министрлерге мен көп рахмет айтқым келеді. Өйткені оларсыз шынымен де іс одан ары бармайтын еді. Және бұл жерде біздің қызықты болған күндеріміз ол әсіресе бургер патида болды. Одан кейін өзіміздің ктл чарити атты өзіміздің шағын ғана қайырымдылық іс-шарасы болғанда қызық болды. Енді қазіргі негізі әр министр өзінің жұмыстарын, өзіне берілген жұмыстарды орындайды. Содан кейін біз өзімізге есте қаларлықтай етіп өткізу үшін біз қазір министрлермен қызу жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол әлі алда қаншама қызық болады, оны мен кейінірек айтсам. Ал бірақтан ең маңызды осындай нәрсе болуы мүмкін деген жоспарлармен бөлісіп кетсең. Бізде қазір exchange book болайын деп жатыр. Оның негізгі мақсаты ол кітаптарды, қазір біздің негізі лицей оқушылары кітап оқығанды қатты жақсы көреді. Ол жерде сен тек бір кітапты алып қана қоймай, сен оның орнына басқа кітап тастап кетесің, және оны сен де адам, мысалы қаншама адам соны оқыса, саған да өзіңе бір жақсы пайда болады. Және де одан кейін біз жақында театр клубын ашқымыз келіп жүр. Өйткені бізде әртүрлі үлкен іс-шараларда біз сондай театрдан бір көрініс қойғымыз келеді. Содан кейін одан да негізі көп қызықтар болады. Оны кейінірек айтамын. Сонымен, Назерке, бізге берген интервьюңа әсерлі әңгіме сыйлағаныңыз үшін үлкен рахмет айтқымыз келеді. Және бүгін, құрметті тыңдармандар, бізде қонақта болған мектебіміздің президенті, өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісі Рамазан қызы Назерке. Сіздермен болған мен, Шораева Маржан. Күндеріңіз сәтті өтсін деген ниетпен біз интервьюімізді аяқтаймыз.